Köktü saldı koy burunğunun, bizden ege birinday burumdunun. Ah niyetmen attağan bozağası, ağarıp dur anekey şımıldığa. Ah niyetmen attağan bozağası, ağarıp dur anekey şımıldığa. Ah ba uzak şaşı bop şaşılganda, kızıl çaylı yüzümdü жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатығай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем бер көңлі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Қарияға сәлем бер көңлі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей боп болсынға емен шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Атасында осы елдің анасында, сыйлай білген ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасында. Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасында. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Elde öpkelemişti. Yol zaman Құдай қаласа мына қасиетті киелі ырысымен бірлігімен тірлігі жарасқан мына Құдай қаласа Темірбендегі қара шаңырақта Мақұлжан көкеміздің тойы деп Құдай қаласа мына қош келе беріңіздер. Енді аулаға шақырамыз, көрші үйдегі меймандар, осы үйдегі меймандар барлықтарыңыз аулаға шақырамыз. Келіннің беташар тойын ақырын жинаймыз деп Құдай қаласа. Келе беріңіздер. Орынды қойылық шамамыз келсе ауа райына байланысты. Сонда келе беріңіздер, құрметті ағай, іштегі меймандар. Іштегі меймандар, көрші үйдегі меймандар. Ақырын келе беріңіздер, Құдай қаласа. Беташар құтты болсын деп келіңіздер, құрметті мейман достар, айналайын ағайын. Бәрекелді, кәнекей. Біреулер сыр айтады, болса сен мен ескейді, өтінді шын айтады деп. Біреулер жақсын жасаса жай, Ерлер жаққарса кеттерсеш бағаны. кім сені жабады, сеніңді білдей баран бар. Жеймасын тірі адамға бұл күн адамға, сөйлемей сөздер сәлемдап. Бір-бірімізбен қырылып кеттік той бәрі жамандап. Жүрген соң, артында сөз бар, жаман бар. Жанымды бағадан бар, намысқа тиер маған бар. Сен жайлы сөз тартайсың адамдар, сен жайлы сөз тартады.
қарашы жекжаттар, құда ағайын, бауыр туысқандар, түгел шақырайын, той келер өз қайда, Жұмахан көкемнің өзі қайда. Мына осы отанның, осы шаңырақтың егесі той құтты болсын деп міне Шежірелі Темір елі Жаңабаевтар әулеті келін құтты болсын. Ой, бәрекет, бір шапалақ ұрып қойса қолдары да, Құдай қаласа. Келе беріңіздер, құрметті жеңгелер, әпкелер, көкелер, апалар, Құдай қаласа. Кәне келе беріңіздер. Бері қарай өте беріңіздер, мына жерге отыра қалайық. Сөйтіп келіннің бетін ашайық. Көп ұзамайын, сіздерді де көп жауратпайын. Бір ақырын бастап, сөйтіп жылдамдатып ашып берейін, Құдай қаласа. Дұрыс па, жеңеше? Сіздерді көп жауратпай қойайық. Келіңіздер. Мынау жолдың есіктің аузын, жолдың аузын ашпай қойсаңыздаршы, бері қарай өтіп кетейік. Не қарай, жоғарлап. Жігіттер, қыздарға орын берсеңдер, сегінші. Ал, рахмет. Келін дайын ба? Келін дайын болса, көкілерін бері қарай келсе, я бисмилла деп қасиетті киелі айлардың сұлтаны Рамазан айында Құдай қаласа міне Жаңабаевтар әулетіне келін түсіп жатыр ағайын. Құтты болсын деп қояйық. Түймахан атамыздан тараған мінекей Махмұтжан көкеміздің ұланы аппақ келін, ақ келін әкеп. Апа, бұл енді махаббатта шектеу жоқ екен ғой апа. Бұл махаббат деген құдіретті күш. Сен Рамазансың ба, сен оразасың ба, ондайға қарамайды екен ғой бұл махаббат. Сондықтан мені жастарға бақыт тілейік. Бұл да бір жақсылық шығар, я. Айлардың сұлтаны Рамазан айында мен үшін Илинка Керейттің әр үйі мен үшін қара шаңырақ. Сондықтан осы Жұмахан көкемнің үйінде қара шаңырақ деп қабылдаймын мен. Осы қара шаңыраққа түскен келін құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қойғай. Дұрыс па? Той құтты болсын деп Махмұтжан көкеммен Елвира жеңгеме құтты болсын айтып, енді Астанадағы тіршілік тірлік өз алдына бір бөлек, бірақ енді ауылдағы тойды да ұмытпайық. Бұл қар жауады, ертең күн ашылады, көктем шығады. Сол сияқты жастарға бақыт тілеп өте беріңіздер. Ары қарай өте беріңіздер, мен тұрмайын ба берді? Сол сияқты Құдай қаласа келіннің бетін ашайық. Рұқсат болса келінді шақырайын. Оқтай ұстайтын қайнылардан бір бала дайындап қойса маған болды, сонымен шақыра берің Құдай қаласа. Ал олай болса ағайын, қуаныш бәрімізге болса лайық. Ағайын қол соғайық, ән салайық. Келінді ду-қол шапалақпен ортамызға қарсы алайық. Келін дайын ба? Жүрелер қанеке? Айды шапалақ қойыңыздар ағайын. Сені жаным көргенде отты жанып нұрдай ойлап жаздай жайнап көңілде үнсіз ақша нұрсыз аспан сенсіз өмірде Қарекет. Елвира жеңше, шығарса келдіңді. Шығарса келді жеңеше. Бір шапалақ ұрайық. Жұмахан көкеммен арнайы амандасайыншы өзім Астанада. Құтты болсын. Келе беріңіздер, кәне. Шапалақ соқ қойық ағайын, келіңдер өте Құдай қаласа. Жаным барда, әнім барда кеудемде Ерініңмен, ертеңіңмен сені жаным көргенде Рахмет. Мынау келінге
келінге май салдырып жатыр екен. Жеңгелері, апалары, бұрынғы сонның жолы ғой, адыраспанды түтетіп, келінге май салдырып жатыр. Иншалла жұғысы болсын сіздерге де. Бір қол соқ қояйық ағайындар. Құрметті жақсылар мен жайсаңдар, құрметті айналайын ағайын, осы әулетті сыйлап, осы той иелерін сыйлап, осы үйленген бауырымыз, інімізді сыйлап келген әрбір қадамдарыңызға Алланың шексіз нұры жаусын, құрметті ағайын. Мына қасиетті киелі айда, Рамазан айында баршаларға сауаптан жазсын, иншалла, Құдай қаласа. Құрметті жақсылар, Махмуджан көкеме осы келін судай сынып, балдай батып дейма қалай айтады. Өз сондай бір жақсы инабатты, ибалы, тәрбиелі, сондай ұрпақты көбейтетін келіндерден болсын, иншалла. Сондай бақыт тілейміз, Құдай қаласа. Мынау өзі медицина саласының статистикада дәлелденген екен. Кім күн суықта, боранда туылса, соның ғұмыры ұзақ болады екен. Кім күн суық боранда үйленсе, соның махаббат бақытын Құдай ұзағынан сүйіндіреді екен деп айтып жатады. Солай болсын деп тілеймін. Жүгермек қазанға піскен сүттің қаспағын әбден жеген екен ғой біздің жүгермек. Інім ғой бауырым Нұрбек пен, кім еді атың? Нұрбек. Айналайын құсын құтты болсын. Бір шабала ұрып қойыңыздар, Құдай қаласа. Ой, бәрекелді. Ал мен де көпселеп созбайын, сіздерді қатты бір жауратпайын. Мына келіннің бет ашарын ашуға әрекет жасап, әуелі Алла, бісміллә деп сөзімді, тілімді калимаға бұрып, бісміллә деп тойды бастайын, Құдай қаласа. Мына пакет таратып жатыр ма, не қылды өз? 8-ші март бітпеді ме әлі? Сөйтсеңіздер, кішкене жылдамдатыңыздар. Қанеке кеттік, шабайық. Махмуджан көкемнің тойы деп. Ай, бәрекелді. Шап қайда, шабайық қайда қайын. Ағайын, бір кәдеге жарайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Бетіңді келін ашқаным, жаңа жұртқа қосқаным, жас үлкенді сыйлап жүр, құрмет қылып жас қалым. Келін келді-ау туғандар, ағайын бауыры ұландар, ата-анасын қуантып, көрімдігін сұраңдар. Тойдың беті ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-бірінен мұңы жүр, көрімдігін асырсын. Асыл сөзі өніңнің көмекейді төгейін, жаңа түскен келіннің бетін ашып берейін. Әдеп сақтап тұрыңдар, шуылдамай ұл қыздар, ата-анадан жалғасқан салтанатты жырың бар дегенде. Әу деп шағалағын қойыңыздар. Сыйлығы көбірекке тоймығы, басқа ауылдың бір күнін, бұл ауылдың сыйлығы. Айналайын жас келін, көбірекке тоймығы, қызға келін мұны хақ, бұл Алланың бұйрығы. Осылар деп сымбаттым, сен қақта келіншек, сәбиімді жылады, сүттен қақта келіншек. Бала санын екеуден шеттей көрме келіншек, ассадағы жетеуден көптей көрме келіншек десек. Келіншекке бір шағыра құрып қойыңыздар. Әуел бастан бастайын, асықпайын, саспайын, ағайын мен туысты таныстыра бастайын. Халқы әлден дана бер, алғысыңды ала бер, атын атап кетейін, келін сәлем сала бер. Өтседен жыл ғасырлар, ешкім ғұмырлап болмайды, әуел сәлем ете ғой, әруақтар разы болғайды. Қолда барда тартынба, жұма сайын барыңдас, өлі риза болмаса, тірі ешқашан байымас. Аталарының батасы ұрпағыңа жарап тұр, әруақтарға сәлем сал, төбеден анау қарап тұр. Дей келе, осы өлкені жайлаған барлығыңа, үлкен кіші қалайық бар қауымға, елжіреген еліңнің әруағына сәлем салғын келінжан, осы әулеттен марқұм болған ата-баба әруағына дейміз. Қазақ айтады ғой, аққу ұшып көлге кетті, сұңқар ұшып шөлге кетті. Менің әкем адасқан жоқ, менің әкем бәріміздің баратын жерге кетті дейді ағайын. Енді мен атын атап түрін түстемеймін.
бұл қасиетті ай, айлардың сұлтаны Рамазан ай, иншалла берген ихсан садақаларымыз, оқытқан құрандарымыз, сойған малдарымыз сол бабаларымыздың рухына шат-шадыман болып тие берсін. Құрметті жақсылар, құрметті ағайын, осы Жаңабаевтар әулетінен, осы шаңырақтан, осы үйден дәметкен марқұм ата-баба рухына қалқам сәлемет, сәлеміңді жұптап, құптап қабыл ет дейміз. Бәрекелді. Біз сәлем салып қойыңыз жұп қылып ата-бабаларымыздың рухына. Бәрекелді. Атаңыз бар кен жау жолын берсін, елелессін май салып қолын берсін, елелессін май салып қолын берсін, бабалардың бұрынғы жолын берсін. Аппақ елің, айдай келің, апаларың мен апаларыңа сәлем берген. Ай, айналайын қалқам, міне әке көрген оқ-жанар, ана көрген томпішер дейді. Қарты бар елдің қазынасы бар. Мен бағана кіріспемде айтқан, мен біреу естіп, біреу естімей қалған шығар. Мен үшін осы Илинга Керейттің әр үйі мен үшін қара шаңырақ. Осы әуелі Құдай, одан кейін Жұмахан көкеммен, сол үйде Елмира жеңшеме Алла разы болып, істеріңе береке берсін. Міне бауырының тойын, Астанадан келген тойды міне әулетіне, ауласына жасап беріп атқан бір шапала құрып қойыңыздар, иә? Білесіздер ғой, енді тойхана көп қазір, кафе көп, бірақ дегенменен аурайға қарамай, бауырым жүр үйге, мына үйге түсірейік келінді деп, осындай қара шаңыраққа бет ашарға батыр. Көкем мен жеңшеме бір қос оғыңыздар, бисмилля деп. Бекмақан атаңа сәлем қыл, Ғани атаңа сәлем қыл, Кенжехан атаңа сәлем қыл, Уәлихан атаңа, Жұмахан атаңа, Әділ, Жайдар аталарыңа сәлем қыл. Қалған бәрекелді. Жібергені, қанеке жібереді бәрекелді. Біздің ауылда тұратын қыз деңейден емсіз олады. Нағашы апасы болған күл апаңызға, әулеттің апалары Айша апамызға, Раушан, Гүлбира, Елмира апаларыңызға, Роза, Бота, тағы да Елмира, Назира, Забира, Гүлжан, Беркүл есімді апаларыңызға сәлем қыл. Қалған сәлем қылған апалары сәлем қыла берін. Келемет жібереді. Тұратын қыз деңейден емсіз олағылға, сағынғанда құшақтасам аузыңды басып, отыр қызым сіз секілді қызды жанымда. Сөйлесейін түсіріңдер біздің араға, сағынасың қылыш еттің гитараменен. Ал қарге жас кешуден келген нағашыларға арнауменен шақырайын. Сәкай болыңыз. Ол болыңыз. Абыройлы дәулеттен нағашылар, нағашының айтулы ағасы бар. Өсірілді көркендеп, жетілсін деп, жиендерге бере тұрып атасы бар. Ай нағашылар, жиендерге бере тұрып атасы бар. Нұрлы жердің қасиеті сағасында, нұрлы жердің қасиеті нағашыда, сулы жердің қасиеті сағасында. Нағашы жақсы қандайды, үзілген жерді жалғайды. Нағашы жақсы қандайды, жиендерге балдайды десек, алтын жеңшем Эльвира жеңшемнің төркінінен келген айналайын бір топ нар тұлғалы нағашы жұрт. Марат, Жанат, Айгүл, Ыршан, Гүлнара, Марал, Кеңес, Гүлмира, Құдай қаласа мына Жорабек көкем, мына екі темірдің баласы бір-бірімен бажа бопты деген осыдан қалған екен ғой, иә? Елмира жеңшем, бұлар да әйтеуір каким-то образым нағашылардың арасында жүр. Мейлі аман болыңыздар, нағашылар. Қазір билеп келесіздер. Қасым мырза, Ләззат ханым келе беріңіздер. Дина, Бақыт, Жалғас, Олжас есімді барлық Нұрбектің нағашыларына бір сәлемдесін қане. Жіберді. Күлдегі махаббатты сезінем, бір өзіңе айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай
нағашыларым. Тойдан қайтсын, Құдай пейіліңе берсін. Пейіліңе қарай пейіш деп. Сұлу ғой, сұлу жора тәтемнің үйіндегі жешем. Сондай сұлу. Құдалар, Құдай қосқанды Құдай қосқан құда болса, пайғамбар қосқан дос болады деп енді кішкене мынау ауыр райына байланысты топтап атайтын болам. Айыпқа бұйырмаңыздар. Құдай қаласа, Махмұтжан көкемнің құдалары, Мұхтар құда бар ма? Кенже, Самат, Гүлнұр, Нұржан, Айнұр, Мұратбай, Манап, Мыңбосын, Ғани ма? Сондай ғой деймін. Ерболат, мен қасыма келесің ба? Не қыласың өзі? Мына жерде кейбір сөздеріңе түсінбей жатырмын ғой. Қызды ғой, Мәди дейді. Дұрыс айттың ба? Жалпы құдаларға бір сәлем, құдағиларға мың сәлем жібергені. Махмұтжан көкемнің құдалары. Басындағы бағыңды бағалады, сенде ғашық көзіңмен қара-қара. Бір-бірін сүйіп қосылған кім бар дейсің, бір болып кетеміз ғой бара-бара. Сені мен екіз, мені сен екіз. Барман келетін, барман жіберсеңіздер, шанша пробка қылмай. Өткізіп жіберіңіздер. Махмұтжан көкемді шақырайшы. Көке кеш, көке. Тәтем няқа кеші. Жешемган, құдаларға сәлем сала бер. Ақша салғандарға сәлем сала бер. Қалған. Анау, жешемді бер қарай жіберіңдерші. Қанай бір рахмет. Айналайындар, бір 20 минут алам, уақыттарыңыз көп болмайым. Қайтып кету деген тоқтатайық та. Махмұтжан мен Елвира келіні батқан кезде біреу келіп, біреу кетіп батқан не деген масқара бұл? Бір шабала ұрып қойыңдар, мыналар келіні батыр екен бүгін. Мынау Қасқырбек деген көкем мен Жібек деген жеңгем келін алып, беташар біткеннен кейін келіннен сұрапты қасындағы абысын подружкалары. Ей, қайнатаңның аты кім десе, Қасқырбек қой. Енеңнің аты кім? Жібек. Айтуға болмайды аттарын. Сөйтсе келін аспай саспай, сол Қызылорда жақтан Аралдан шыққан қыз болса керек, сондай бір инабатты, тәрбиелі. Менің атам Волк, апам болса Шолк деп айтады дейді. Құтты болсын Волк, Шолктар. Сәлем салады, ұзағынан сүйіндірсін. Шыңына шығарым деп шыртақтаның, сыбызғыдай кеудеңе сыр таққаным. Эльвирадай жеңешем қуанып жүр, бүгінде Нұрбек дейін ақылды ұл тапқаны. Осы келін әулетке болсын сыйлы, сол шығар кеуделеріне гүл таққаным. Ағайын, сіздерге айтар бірақ тілек, осы Махмұтжанның әулеті, осы Түймехан атамыздың әулеті Қытайдай қаптай берсін ұрпақтары. Қандай құтты болсын. Сәлем салып отыр адамдар. Сәлем өтті. Ярмеге рахмет. Енді Астанаға барып орыс болып кеткесіңдер ме? Не білемін? Ауылға кеп тұрсыңдар чей-жей. Не білемін? Қалтасын сипалап қалды ona кісі. Біледі ғой баласы келін ағаны. Баласы келін ағаны біледі. Тамада келетін бәрін біледі. Ғафа дұрыс па? Шапала құрып қойыңыздар, мен жеңшем ғой, құрметті ағайын. Мына Махмұтжан деген көкем өз пейіліне берсін Құдай. Етегіне берсін келіндерін, мен қалжындайды маған. Шешесі сұлу бала деп маған қалжындай түсініп отырсыздар ғой, мен де оның балаларын айтам, мамаларың сұлу сендердің деп. Сөйтіп қалжындап өсіп келеткен жағдайымыз бар, Құдай қаласа. Сен дәстүрдің бір түрі ғой, құтты болсын деп қоям, шын жүрегіммен айтып жатырмын, Құдай қаласа. Ол балалар бақытты болсын. Жерлерді жетелеп нағаш елге, өшті жақын тартып елге тұрады. Әпкелерге, жезделерге, жұп ирап Кенжан сәлем салғаны. Айналайын әпкелер, мейірімді пәккелер, інілері үйленсе жезделермен біргелер. Гүлдариғадай әпкеңіз көрімдікті әпкелер. Гүлдариға әпкеңе Эльмира, Серғазы, Гүлжанар, Нұрлыбай, Нұржанар, Әділ, Айдана, Мұхан, Аяулым, Нүркен, бұл әпке жезделерге бір сәлем болсын Құдай қаласа. Әпке жезделер қыздар ғой бұл кісілер. Бір сәлем болсын. Темірдің сұлу қыздары, қарындастарымыз, күйеуларымыз. Рахмет. Арулары қыз Жібек, жігіттер Төлеген, айналып кетейін жиен менен бөледен.
Әлия, бөлім үшін өлім, салтанат, махаббат, Ринат, мөлдір, бөлім үшін өлім, Жазира, Сәкен, Динара, Жандос, Меруерт, Бақтыгүл, Бауыржан, Ерсұлтан, Жанерке, Ардақ, Зарина, Еңілік дейді. Диляра, Жазира, Мықтыбек, Мика дейді. Жиен Елболат жайлы болса, Ермек, Ақнұр, Елвира дейді бұл жиендер. Назерке, Ерболат, Айгүл, Гүлбана, Ақерке, Мерей, Медина, Нұрәлі. Пашкілеп оптым, ұра салдым енді, ұрдым, жібердім. Сіздер де пашк болып келе беріңіздер еді. Салам қыла бер, Ал ер, Қанатжан, қайнағалар, ол менің де ағаларым, сондықтан арнаумен шақырайық. Қайнағаларға бір арнаумен Беташарға сәлем қылдырайық, Құдай қаласа. Қанеке. Келіміне осы тойда қайнағалар, ойда біздің ағалар, ойда олар. Қайнағаларға құлайып сәлем салсаң, көрінмеді біздерге қайда болар. Қайнағалар, абысындар, көрінмеді біздерге қайда болар. Рахмет, анау тұрған қайнағаң, ор қояндай ойнаған, қайнағаңның көзінше аққу құстай таранып, қарай көрме Келінжан, айнаға шіркін айнаға деп, өсер елдің балалары бірін-бірін батыр дейді деген, ой мен бауырларым, тәтелерім, жомарт қайнағаңа сәлем сал. Ерлан қайнағаңа сәлем сал. Мүсілім, Мұстафа тәтем көрінбейді? Негізгі ол жұмысқа кеткен ғой, ол болса басқаша болар еді мына жер. Саласаңыздар. Ермек, Ернар, Азат, Болат, Шалқарбек дейді. Аспаңыздар. Арғы ретінде де бар. Қайнағалар келе беріңіздер, аталғандар. Ерболат қайнағасы кәл. Ерболат қайнағасы. Ағайын тату болса, ат көп деген Шалқарбек деген сіз болады сау деймін. Ел ішінде шақай деп айтады өйді ма? Құтты болсын келіңіз. Сәлем қылып атыр. Тәте, артыңа бір қарап қой, сәлем қылып атыр. Ерболаттың орнына ма? Ағайын тату болса, ат көп деген көп жаса деп қойсаңыздар ішінен. Қазір қайнағаларға жыным келеді бар ғой кейде. Келіндер сәлем салса бедірейіп қарап тұра береді. Салмаса тағы өп береді, салмады деп апа, дұрыс па? Көп жаса, бақытты бол, ұл тап деп айтса, бата ғой, батамен елге көреді. Әзілде батырым ғой, көкім ғой. Сөйтіп қой. Абысын тату болса, ас көп деген Гүлзира жеңшем, Айжаш, Айжан, Сәуле, Бақыт, Ләйла, Марал, Назерке, Салтанат, Гуля, Жазира, Несібелі, Жансая абысындарға бір сәлем қылайық, Құдай қаласа. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам, сүйдім сені бұларым. Ей жаным деп нұрым, күнде сәлем барам, сенен қойда жоқ қой, саман. Осы қайнаға абысындардың бала шағалары, күлім сынды Келінжан, айым сынды, жеңгесіне жақын қой, қайын сыңлы. Әзілдерін бөлісіп, ыбыр-сыбыр бөлісесін, әрдайым дайын сырды. Қайны қайын сіңлілеріңіз, Нұрайлым, Еркеназ, Мөлдір, Сезім, Кәусәр, Медет, Нұрасыл, Айсұлтан, Ербақыт, Дастан, Данияр, Асылым, Алин дейді. Так, Алиасқар, Аяла, Ясмина дейді. Так, қаматыма шықым? Салдыр. Сәлем де салдыр, ақша да салдыр. Осы кішкентай қызға салмай қойса да ренжімес едік қой осы қыз. Енді осы қыздың 5000 теңгесін алмай қойсақ та ренжімес едік қой. Ақырсап қойған екен, енді қой демейміз енді. Ал енді көршілерге қанат, менің балалық шағым туып өскен кіндік қаным тамған жер бұл олу. Қанеке арнаумен шақырайық қане. Алыңыз көршілерге, бәрекелді.
болса да лайық бол, сенің ғана аяқың намысың. Ауылдастарға, көршілерге, шықилерге жан сәлем салған. Ай, рахмет. Ағайының аты озғанша ауылдастың тай оссын, көрші ақысы, тәңір қақысы деп осы жерде міне төредей болып төбелерін көрсетіп тұрған міне Ерболат көкемдер бастаған осы Абай көше ме еді мына көшенің аты? Абай көшенің тұрғындарына көшесінің. Көп келген жоқ, бір 4-5 мәрте Беташарға келгем апа осы жерге. Білмеймін, мен келген сайын қар жауып кете береді, немде белесі болмайды. Беташарға келем, қар жауып кетеді, Беташарға келем, қар жауып кетеді. Бір күн шуақта да бір шақырыңдар, шайналайындар ау. Құдай қаласа бір арқа жарқа мамыражай кезде Беташайық. Құдай қосақтарыңмен қоса қарып, өбірлі шүбірлі болыңдар. Ерболат көкем, Айсұлу жеңшем, Бақыт Айжамал, Сейіл көкем, Құндызай жеңшем, Ерғали Гүлжауһар, Нұржан Гүлжахан, Марат Роза, көшенің шығысы, көшенің батысы, түгел қалғам ек сәлем болсын. Ана! Асығыспа неме біле, тарауып кетті ғой неме көршілер. Рахмет, жаңа не, кім қап кетті дедің, жаз, той көршілік қой, қар жауып тұр, не қып тұр, әйтеуір, той көршіліктер. Асығыс не, боп кетпесін, ұят болмасын, атайық, сәлем салдырайық. Так, тұра. Так, Айғали, Сәкен, Гүли, мына не деген сөз? Зере, о, Зере деген керемет ат. Осы кісілерге тамой бөле бола ма, бөлем үшін өлем. Бөленің балалары да бөле. Жібере бер. Сәлем сала бер. Жібер. Мен де болса бір үлкен бөле деген үлкен кісілер қап кетті ма деп бір жаным шүберекке түйіп кете жаздадым ғой. Сөйтсем енді іштеңке қылмайды. Бұлардан да амайып қойсақ болар еді, іштеңке қылмайды. Ал енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Ақиқ ақын Мұқағалиша жырласам, достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзім мінартып. Жауыздың барып жанында уәзір болғанша, досымның барып ауласын өлгенім мың артық. Соның алдында мінекей көршілерден Шәкен атам ба? Көкем қайда? Шәкен атам. Бегмахан, Кенжахан көкелеріміз. Сәлем қылайық, ештеңесі жоқ. Игіліктің ештеңесі жоқ. Бегмахан, Кенжахан, Шәкен аталарымызға сәлем қылайық. Балалардың арманы, балалардың шаттығы, желбіресін қормадағы. Ал енді сонау осы Нұрбекпен дос болып араласып, Құдай қаласа міне жақсы қарым-қатынаста жүрген Астанадан келді деді ме жан дана қызды? Арқалықтан келді ма? Қазір Мақталдан келмейді ғой, Беташарға шақырсын, не тұшты Арқалықтан. Дана деген қыз бар деді. Ой, жаным әшейін молодец. Әр қазақтың қызы менің қарындасым. Дана қызға бір сәлем салыңыздар. Арқалықтан келді. Ақшасы көп деп еді, көп екен ақшасы. Дана қызға. Саламай, сала берсек Дана. Бар болса сала бер, тойдан қайтсын Құдай қаласа. Ұрпақтарға аманат. Мынау досы үшін беріп жатыр екен. Данаға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Досы үшін беріп жатыр. Бақдәулет, Назар, Нұрлан достар кәні бар ма? Бақдәулет, Назар, Нұрлан дейді. Ерғали дейді, Ерғали қайда? Рахмет. Ерғали сен ба? Құрметті ағайын, енді мынау атым аталмай қалып, ертелі кеш болып кетті деп айыпқа бұйырмаңыздар. Мына аталғаны бар, аталмағаны бар, осы ақ қағазға жазылған, жазылмағаны бар. Мені де бір тегі жаңағыдай ұрыста сөкпеңіздер. Осы ауылдың баласым ғой, бөтен емеспін ғой. Осы келген еліңе, жеріңе
как раз қыбылаға қарап тұр екен, келіндер. Бір сәлем қойыңыздар қара шаңыраққа қарап. Осы барша жамағатқа бақытты болып той жасаңыздар дейді. Ал енді қырықтың бір қыдыр, мыңның бір уәли, батамен ел көгерсе, жаңбырмен жер көгереді. Жақсы сөзді жаттасаң, хат болары ақиқат. Ағайынды мақтасаң, жақ болары ақиқат. Қариялардан баталсаң, бақ қонар ақиқат дейді. Жұмахан көке келесбай ордаға. Енді осы жерде үлкендер ма? Сізді шақырам, немеге шақырмаймыз? Бекмахан көкем, Кенжехан көкем келіңіздер. Бір бата берейік. Бір әулеттеріңізден той ғой. Алғыстап келіп, босағаңның аттаған шамшырағын жақ келіп, Бер қарай жақсы тұрмыстар. Әулетке бір бата берейік. Елі аумин, кәнеки. Аумин. Алла қолдасын, жаманшылық болмасын. Келген келіміздің аяғы құт болып, амандық саулық болып кездесе берейік. Кенжехан көке. Батаның көптігі болмас. Бақ қарасын, қыдырдарысын, кетпес дәулет кең пейілі берсін. Асқа береге бер, ажалға сабыр ет, денсаулық, дертке шалдықпай аманшылық әбер берсін. Айналайын қарақтарың құндыздан жағаларың болсын, күмістен тағаларың болсын. Тар жол тайғақ кешкенде рухы бабаларын қолдап жүрсін. Елімізді қорғайық, жерімізді қорғайық, тілімізді қолдайық, дұшпанға күлкі болмайық. Мынау ашық аспан бейбіт заманда әрбір қазағымыз шаңырағында болсын. Үлкен тойлар бола берсін. Амин. Тәтек кесеңші бер қарай ортаға шақырайыншы қасымды. Жақсы көрем көкемді. Бір әумин деңіз, қане. Мен сабырмен. Сабырмен. Не дейміз мынау. Енді сәл меқ тұрмын өзімді. Енді айып етпеңіздер. Мынау екі жас бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, келген келінің аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Мынау келгендеріңізге рахмет. Бізді сыйлап, Құда қаласа сіздердің шаңырақтарыңызда үлкен той болсын. Сол тойдан тойға жетіп жүре берейік. Заңы көке қолда әкешпейтінен бір сүй болайын ба көкемнен. Шынман пейіліне қарай пейіш деген, не? Енді көкемде тұрған іштенге жоқ шығар. Мәселен бәр жешемде ғой негіз. Тұрсыздар ғой, жешеме де рахмет. Ботпайлар ғой. Жешеме де рахмет, бір шапала ұрып қойыңыздар, Енді тура осындай сананы тұрмыс билеген заманда. Қазір өзім ойланып тұрмын да, апа. Басқа мен қатыным айтар ма еді деймін да. Туған ағам баласы келін әкелсе үйге Астанадан. Ана жеті қазына тойхана тұр ғой, сөлге барасасаң нең кетеді дейтін еді ғой солар. Мысалы деймін да, осы кісілерге рахмет айтқым келіп тұр, бір шапала ұрып қойыңыздар. Мына келіннің бетін ашайық енді. Кім не қылса қалай дегенім сұрағаным айыбы жоқ па, бар ма? Кім ашады? Өз ашты жешем ба? Келді, молодец. Міне, көргенді елдің баласы бір көрген жерден үлгі алады. Көргенсіз елдің баласы мың көрседе құр қалады дейді. Яна Махмұтжан көкемнің үйіндегі жешем айтып жатыр, әй жеше сіз ашыңыз. Солай ма? Сондай деп ырымдап айтып, на шеш. Осы кісіге аштырып жатыр, жолын берсіңдер. Ырым қылып, шапалақ қайда? сәлем салдым, думанда той болсын әр күнің. Саған жұғысты болсын орамал. Мынаны мамаңа апап бер, сармайдай сақтап сандықтың түбіне қойып қойсын. Ол сен жұмысын бітті. Мына енді жешем бетті сізге аштырдық қой. Рахмет ырым қылып, мына оқтайды өз енесі берсін, бола ма? Өз енесі берсін. Сен қойшы. Сен қойшы доғыз. Құрметті ағайын, мынау жастарымға айтамыз ғой, қосағымен қосағырдып, Нұрбек бауырым келе ғой, құттықтап қояйын мен де сені. Дүйім жұрттың алдында, қосағымен қосағыр. Мына ұзағынан сүйіндірсін, мына бала үйленді бүгінден бастап, апа. Мынау, ЗАГС бар ма? Мен жұмысым жоқ ол ЗАГСта. Некең болса болып маған. Мынау саған осы дүйім бәрінің берген көрімдігі, бұны сен папаң осы бүгінге дейін өткізсе, солар бүгін саған көрімдік беріп жатыр. Осымен жасылап келін екеуің бақытты бол, дұрыс па? Мына адамзаттың асыл болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі айтады: үмбетім үйленіңдер, көбейіңдер, мен сендердің көбейгендеріңмен мақтанамын дейді. Не қылдың сен?
Беріп жатсың ба? Бер. Келіннің қолын ұстатыңдар. Келін мен баланың қолын ұстатыңдар. Ойнап айтсам, шыннан қолдарын ұстап отыр. Ондалар ама. Баяғыда біз ұялып кішкене бүйтіп деп қойып жүр. Бұлар немді біле бұлар? Мен ақыр ұстадың ба? Дағаза ұстайын осы қолды. Өміріңнің соңына дейін осы қолды ұста. Сөйтті екеуің бір жаста қартайыңдар, дұрыс па? Қияметке дейін осы қолды ұста сен, Құдай қаласа. Барыңдар үйге, барыңдар, әрекет жасыңдар, бара бер. Болды. Рахмет, құрмет ағайын. Бәрі менің ырысым, бәрі менің туысым. Ал енді құрметті ағайын билейікші жақсылап, бітті менің жұмысым. Барлықтарыңыз биге шақырам, жүріңіздер.